Сәлем балалар, хал жағдайларың қалай? Бүгін біздің сабақта математика, бірінші сынып, 5-ші сабақ. Тақырыбымыз 3 саны және цифры. Балалар, сонымен бірінші тапсырманы орындайық. Суретке қара. Балалардың немен айналысып жатқанын айт. Әр топта неше баладан бар дейді. Балалар суретте 3 топқа бөлінген, иә? Көк киімді балалар, сары жилетка киген және қызыл футболкадағы қыздар. Яғни әр топта 3 баладан көк түсті киімдегі балалар турникке тартылып жатыр, 3 бала. Біреу тартылып тұр, екеуі оған әңгіме айтып жатыр. Екінші сары түсті киімдегі балалар жүгіріп жүр. Ал үшінші қызыл түсті киімдегі балалар, олар не істеп жатыр? Доп ойнап жатыр, қыздар. Қызыл түсті киімдегі балалар, олар доп ойнап жатыр. Енді екінші тапсырма. Сана, қай заттар 3-тен кем, салыстыр. Бірінші суретте 3 берілген, екінші суретте 5 доп берілген қызыл. Үшінші суретте түрлі түсті доп берілген, біреу тек қана. Және төртіншісінде 2 доп, ең соңғы ала доптан. Яғни бірінші берілгеннен көк сызықпен көрсетіп қойдым, 3-тен 2 кем. Ал керісінше 3-тен 1 кем. Осылайша өздерің астында көрсетіліп тұрғандай, өздерінің дәптерлеріңе жазып алыңдар балалар. Бүгін біздер қай санды өтіп жатырмыз? Балалар, енді 3-ші тапсырманы орындайық. Бос орынға қандай фигура қажет екенін досыңа түсіндір. Олар қайда орналасқан дейді. Яғни бірінші суретте 3 көк түс берілген, 4 бұрыштардың ішінде. Және 3 қызғылт түс берілген 4 бұрышты. Көк түсіміз дөңгелек. Енді қандай түс жетіспейді? 3 бұрышты 2 сары бар, Барлығы 3-ден болу үшін 3 дөңгелек көк түс берілген, 3 қызғылт түс берілген 4 бұрыштының, және 3 бұрыштынан 3 бұрышты сары түс, Сары түстің біреуі астындағы сұрақ белгінің ішіне сары түстіні өздерінің дәптерлеріне бояп жазасыздар балалар, Ал енді екінші жағындағы жалауды қарайық балалар. Жалауда ең біріншісінде қандай түсті берілген? Көк жалау берілген, Екінші сары жалау берілген. Үшінші қандай? Бұл жерде қандай 3 түс бар? Көк, жасыл, сары. Әрине, жасыл түсті, Көк, сары, жасыл. Екінші суретте жасыл түсті жалау, көк түсті жалау және ең соңғысы тағы қандай түсті жалау жетіспейді балалар? Әрине, сары түсті, Үшінші тапсырмада сары түсті және жасыл түсті жалау берілген. Ал енді осы тапсырманы өздерің мұқият қарап, қандай түс берілетінін жазыңыздар. Бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Сабағымыз каналыма қосылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.